келіп ата-ана айтқан кезде, жыларман болып айтқан кезде сен не деп жауап береріңді білмейсің. Шын айтқанда әлеуметтік портал мәселесіне сын көтермейтіндігін атап өткіміз келеді. Біз тең қоғам деп аталатын осы мүгедектігі бар азаматтардың қоғамымен кездестік. Сонымен қатар жалпы мүгедек азаматтармен кездескен кезде бізге алып келіп протездерінің сынғаны, тіпті оның қайтарылмайтындығы, ауыстыруға мүмкіндігі жоқ екендігін көрсеткен кезде оны жай ғана тыңдап тұру мүмкін емес. Бір емес, мыңдаған азаматтардың осындай шын мәнде мемлекеттен бөлініп отырған дүниенің біз өзіміз жанашырлық танытпай, жеткенге дейін ешқандай бір жағдайын жасамай отырғандығын шынды айтсақ, бұны жай айту мүмкін емес. Бізге кеше спикеріміз Ерлан Жаханұлы айтты, біз барып келген халықпен кездескен депутаттар халықтың тарапынан қойылған сұрақтарға үкімет тарапынан біз сұрақтарымызды жасап жолдайтын боламыз. Мен келген бетте бүкіл есебін көтердім. Есебінде бәрі әп-әдемі. Мыңдап жасалған услуга дейді, қызметті көрсеттік, бәрі аяғына дейін апарды дейді. Ал шын мәнінде сынған протезді кім алып келеді? Былай қарағанда осы азаматтардың өзінің өмірге деген реніші қандай? Сонда біз мемлекеттен кәдімгі берілетін, жылына бір рет берілетін осы дүниені аяғына дейін жеткізе алмай отырмыз. Бұған кім кінәлі былай қарағанда? Мына атаулы әлеуметтік көмекке байланысты Алматы қаласында ушығып тұрған мәселе көп. Мен өзім кездескен көп бала аналардың, жағдай төмен балалардың, мысалы үйінде бұған дейін бір жыл бұрын 4 баласы осы АСП-нің арқасына тамақ ішсе, биыл 1000 теңгеге кірісінің көбейгендігіне байланысты 2 баласы тамақ ішпей қалған. Келіп ата-ана айтқан кезде, жыларман болып айтқан кезде сен не деп жауап береріңді білмейсің. Шын айтқанда сондағы бар болғаны 80 мыңға айлығы көбейген 1000 теңгеге. Бұл да балалардың арасында теңсіздікті әкеліп отыр. Біз көп сұрақты әкімнің алдында қойып, әкіммен бірлесіп шешуге мәселе көтерген едік. Бірақ мына дүниелерді біз өзіміз шешуге атсалысайық деп атап өткім келеді. Бұдан бөлек тағы да көтеріп отырған мәселе мүгедектікті қайта рәсімдеу. Жыл сайынғы рәсімдеу. Енді бір жылда бүйрегі қайтып өсіп шықпайды ғой. Немесе бір жылда жоқ қолы қайтадан өсіп шықпайды ғой, сондықтан оларды қайтадан жинақтап, тек қана комитеттің азаматтарының шешіммен ғана шығаратын комиссияға оны қайта жинақтаудың не қажеттігі бар? Өзі ренжіп отырған, өзі толқып отырған адамдарды қайтадан одан сайын ушықтырудың не себебі бар? Қаңтар оқиғасынан кейін біз сын тұрғысынан ойлап, ой елегінен өткізуіміз қажет. 1,5 ай өтті, біз әлі НИТ санатындағы жастардың санын білмейміз, аты жөнін білмейміз дегеніміз еш сын көтермейді. Сондықтан осы нәрселерге назар аударуларыңызды сұраймын. Рахмет.